Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 2 сыныптың 130 сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сан есім. 40 жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап, сол жер атауларын тақырып етіп алып, әңгіме құрастыр. Балалар Бурабайға, Тауға, Медеу мұз айдынына және Түркістан қаласына саяхатқа бармақшы болды. Әңгіме. Жазғы демалыста балалар саяхатқа шықты. Олар алдымен Бурабайға барды. Бурабайдың табиғаты өте әдемі екен. Көлдің суы мөлдір болды. Кейін балалар Тауға барды. Тауда киіктерді көрді. Олар таза ауада серуендеп, көп демалды. Содан соң демалыс орнына барып, мұз айдында сырғанады. Балалар өте көңілді болды. Саяхаттың соңында Түркістан қаласына барды. Олар Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көріп, тарих туралы көп мәлімет алды. Балаларға саяхат қатты ұнады. Келесі 41 жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тай қазан, мына жердегі ғ бізде қ болып жазылады. Тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі болуы керек. Түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Дара сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысқанын анықта. 7. Металдан сөзмен байланысқан, 2. Тонна сөзмен байланысқан. Келесі 42 жаттығу. Диалогтың сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан қасиетті қала. Түркістанда не бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. Келесі 43 жаттығу. Жолаушыға айтылатын тілек сөздерді есіңе сақта және көркем жаз. Жолың болсын. Сәт сапар. Жақсы демалып кел. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.